Бүгін Шымкент қаласында мемлекет қайраткері Жұмабек Тәшеневтің 110 жылдығына арналған республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция өтті. Іс-шара оның тарихи мұрасын дәріптеу, мемлекетшілік идеяларын талқылау мақсатында ұйымдастырылды. Конференция Жұмабек Тәшенев атындағы университет пен достық үйінде өтті. Жиынға мемлекет және қоғам қайраткерлері, ғалымдар, жоғары оқу орындарының ректорлары, оқытушылар мен студенттер қатысты. Жұмабек Ахметұлы туралы жаңағы фильмді өздеріңіз естідіңіздер, біраз нәрсе айтылды, әлі де айтылады деп ойлаймын. Дегенмен бұл жерде ең бастысы елдің осы кісіге деген ықыласы. Бұған негізгі себеп сол кісінің кезінде еткен еңбегі арқылы, атқарған жұмысы арқылы қазақ халқының ықыласына бөленуі. Яғни қазақ жақсының аты өлмейді дейді, сол атының өлмеуі. Осы тұрғыда мен бір нәрсені айтқым келеді. Бұл кісі 20 ғасырдың басында туып, қанша айтқанмен сол кездегі енді дәстүр сабақтастығы бар. Ауыздан қанша жерден әлгі аттарын атауға тыйым салынды, репрессияға ұшырады десе де, қазақтың мемлекет болуын мұрат еткен, соның жолында аянбай еңбек еткен Алаштың ардақты азаматтарының тәрбиесін тікелей алмаса да көзімен көріп, құлағымен естіп, сол арқылы тәрбиеленді ғой, сол арқылы сондай дәрежеге жетті ғой деп білеміз. Құттықтау сөз сөйлегендер қатарында Шымкент қаласы әкімінің орынбасары Сәрсен Құранбек, Тұран университетінің президенті Рахман Алшанов, дипломат Сауытбек Тұрысбеков және кәсіпкер Серікжан Сейітжанов болды. Бүгінгі конференцияға Жұмабек Тәшеневтің келіні Фатима Тәшенова арнайы қатысты. Ол өз сөзінде қайраткердің ұлт мүддесі жолындағы ерен еңбегін атап өтіп, оның мұрасын кейінгі ұрпаққа насихаттаудың маңыздылығын айтты. Сондай-ақ Тәшеневтің ұстанымдары қазіргі таңда да өзектілігін жоғалтпағанын ерекше атап өтті. Наргиза Төреқұл, Райымбек Жарылқап, Шечет Ньюс.